Талапкер назарына оқу жылының аяқталғанына көп болмаса да, аудандағы жоғарғы оқу орны Сырдария университеті үміткерлерді қабылдауды бастап та кетті. Университет басшылығы алдымен қайта бағымды сынап көремін деуші, талапкерлерге арнайы кешенді тестілеу сынағына қабылдау жұмыстарын жүргізіп жатқандығын айтады. Сонымен қатар, айта кету керек, ауданда тағы бір көп салалы колледж бой көтеріп отыр. Толығырақ алдағы сюжеттен көріңіздер. Сырдария университетінде кешенді тестілеуге қатысу үшін 1 және 20 маусым аралығында қабылданады. Кешенді тестілеу 14 және 18 шілде аралығында өткізіледі. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеуді қайта тапсыруға өтініштер 25 шілде мен 3 тамыз аралығында қабылданады. Тестілеу 15 және 19 тамыз аралығында өтеді. Жалпы биылғы өзгерішілік мемлекет білім беру тапсырысы бекітілген. Қазақстан бойынша мемлекет білім беру тапсырысы бойынша 68.338 грант бөлінген. Енді осы талапкерлер мамандық бөлінісінде 20 маусымға дейін білім беру грантына кім тапсырыс келетін болса, осы кешенді тестілеу құжаттарын тапсыруға міндетті болып табылады. Бұл емтихандар 14 және 18 шілде аралығында Қазақстан Республикасы бойынша барлық жерлерде бір мезгілде өтеді. Қосымша бұл жердегі құжаттар тапсырған міндетті деген себебіміз білім беру грантына тыс қалып кетпеуінен білім беру грант конкурсына қатысылатын азаматтар үшін. Ал егерде кімде-кім ұлттық бірыңғай тестілеуге бармаған және ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспаған азаматтар, осы кешенді тестілеуге қатыспаған азаматтарға тамыз айында қайта кешенді тестілеу өтеді. Бұл кешенді тестілеудің ерекшелігі азаматтар білім беру грант конкурсына қатыса алмайды. Сол себептерден қазіргі кезде талапкерлер осы уақыттың аздығына байланысты 20 маусымға дейін толыққанды келіп, осы Сырдария университетінің қабылдау комиссиясына келіп, құжаттарды тапсыру міндетті. Сондай-ақ ауданда тағы бір оқу орны бой көтерді. Университет жанынан ашылған Жетісай көпсалалы колледжінің мамандықтарына жаңа оқу жылына талапкерлерді қабылдау 1 маусым мен 20 тамыз аралығында жүргізіледі. Шығармашылық мамандықтарға құжаттар шілденің 30-на дейін қабылданады. Мынау үлкен бастамамыз, бұл несімен ерекшеленеді, несімен құнды деген сұрақта туындауы мүмкін Мақтаарал ауданының халқының арасында. Соның негізгі алып біз бұл университеттің жанынан ашылғаннан кейін университеттегі барлық материалдық техникалық базасын білім алушылар толыққанды пайдалана алады. Біздің Сырдария университетінің материалдық техникалық базасы қазір барлық республикаға танымал. Кітапханасы болсын, спорт залдары болсын, компьютерлік орталықтары болсын, соның барлығын колледждің білім алушылары сол жерде пайдалана алады. Және де несімен құнды деген сұраққа осы университеттегі барлық профессор оқытушылар сол колледждің білім алушыларына дәріс беретін болады. Оларды кәсіби маман қылып шыңдауына өзінің үлестерін қосатын болады. Сол үстімен де ерекшеленеді. Айта кету керек, университетке түсемін деуші талапкерлерге үстіміздегі жыл оңтайлы оқу жылы болмақ. Өйткені биыл Сырдария университетінің құрылғанына 20 жыл, ширек ғасырға жуық тарихы бар білім ордасында бүгінгі таңда ең білікті деген профессор оқытушылар сабақ береді. Сондықтан да алысқа бармай-ақ сапалы біліммен сусындауға бүгінгі таңда барлық жағдай жетерлік дейді университет басшылығы. Жетісайдан Бекболат Сатуов, Азат Нысанбаев, жаңалықтар қызметі.